Бұл Айбек, және ол білікті маман болғандықтан іс-сапармен басқа қалаға келді. Біраз күннен кейін жұмыс көп істеген Айбек өзінің ауырсырап тұрғанын байқайды. Сол себептен оған емханаға баруға тура келеді. Бірақ ол ем алуға келгенде, емхана қызметкерлері оның мекемеге тіркелмегенін айтып, бірінші тіркеуге тұру үшін өтініш жазуын сұрайды. Амал жоқтан Айбек жеке емханаға барып, қаражатын жаратады. Алайда бұл жағдай соншалықты мұңды емес. 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап медициналық сақтандыру қорына төлемдер жүргізіле басталды. Және 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап тұрғындар медициналық қызмет ала бастайды. Жұмыс берушілер болса алдымыздағы 2018 және 2019 жылдар бойы төлем жүргізе береді. Жаңа жүйенің арқасында біздің кейіпкерімізге мынандай мүмкіншіліктер жетімді болады. Бірінші, қолжетімді клиника мен поликлиникалар. Енді Айбек ем алу мекемелері арасынан өзіне ыңғайлысын таңдай алады. Екіншісі, электронды үкімет порталы арқылы дәрігерге жазылу. Бұл қызметтің арқасында Айбек бұдан былай ұзақ кезектерде тұрмайтын болады. Үшінші, тегін дәрі-дәрмектер. Бұдан былай Айбек жүйенің мүшесі болып табылатын әрбір дәріханадан қажетті дәрілерін ала алады. Төртінші, ең басты басымдығы жеке және мемлекеттік секторлардағы мекемелердің өзара бәсекелестігінің арқасында медициналық қызмет көрсету сапасының жоғарылауы. Айбек қызмет сапасына риза және енді дер кезінде дәрігерге көрінуге тырысып, ай сайын төлемдер жасап отырады.